Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Осы видеода сіздерге өте пайдалы ақпаратпен бөлсем, сондықтан да видеоны соңына дейін көріп, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен маңызды тақырыпты қозғайын деп отырмын. Мысалы, кез келген адамның өмірінде сынақ болады. Белгілі бір адамдар қиындық алып келеді, қинайды сізді, әділетсіздік жасайды, көзім бүкілі көріп тұр да, ол әділетсіз сондай адам екенінше, сосын бар сізде реніш пайда болады. Аллах тағала неге басқалар емес, неге мен сондай жақсы адаммын ғой, ана кісі неге маған зұлымдық жасап жатыр деген претензия пайда болады ғой. Ол нәрсемен сіз проблеманы шеше алмайсыз. Точно айтайын, бұндай ситуацияда, яғни адамдардан сынақ келгенде, бір адам сізге осындай қиындық әкеп тұрған кезде, бірінші жасайтын әрекетіңіз Аллах тағаламен тілдесуіңіз қажет. Яғни Аллахпен сөйлесу. Оны қалай жасасаңыз болады? Дәрет аласыз да 2 ракат намаз оқып болғаннан кейін барып, Аллах тағалаға қолыңызды жайып бүкіл проблеманы өзіңіздің подружкаңызға айтып жатқандай айтасыз. Түсінікті ғой, Екіншіден, жазсаңыз болады. Мысалы, мен соткадегі заметке дегенге жазам: Аллахым, мынандай ситуация болады, өтінемін, маған көмектесші деген сияқты. Мен қазір сол практиканы көп практиковать етіп жатырмын да, Аллах тағаламен сөйлесу деген заметке арқылы да, кәдімгі дұғалар арқылы да. Білесіздер ме? Қазір ChatGPT-мен сөйлеседі адамдар, одан миллион есе артық эффект береді. Өйткені Аллах тағала бәрін любой уақытта, любой жерде сізді естиді. Тіпті сіз дауыстап айтпасаңыз да, жан дүниеңізде не бар, жан дүниеңізде соның бәрін естиді. Яғни Аллах тағаламен тілдесу. Екінші маңызды жасалатын нәрсе, қиындық әкеп тұрған адамға сіз жақсы дұға етесіз. Жаңа 2 ракат намаз оқыдыңыз ғой, содан кейін жаңа Аллах тағалаға айттыңыз бүкіл ішіңіздегі, одан кейін соңында ол адамға жақсы тілек тілейсіз. Өзіңізден артық бүкіл жақсылықты кімге тілейсіз? Өзіңізге, жақындарыңызға тілейсіз ғой, тура сол және одан да артық тілейсіз. Аллахым, ол кісінің жүрегіне иман, мейірім, 2 дүние жәннатын нәсіп ете көр, одан кейін барып отбасына береке бере көр деп бүкіл жақсы тілектер тілейсіз. Қиындық әкеп тұрған адамға. Неге? Менің өмірімде ситуациялар болған, қиындық алып келген адамдар болған. Мен әртүрлі реакция бердім ол кезде. Кейбір адамдарға осындай дұға ету арқылы, ол адам егер жаңағыдай жақсы дұға тілегеннен кейін өміріңізде хайырлы адам болса, оның сізге деген көзқарасы өзгеріп жақсы болады. Ал егер хайырсыз адам болса, Аллах тағала сізге білдіртпей ол адамды өміріңізден алып тастайды. Мүлдем уайымдамаңыз. Яғни адамға жақсылық тілеуден сіз ешқашан ұтылмайсыз. Түсінікті ғой, Одан кейін барып сөйлесу керек. Егер жақыныңыз болса, ол адаммен сөйлесіңіз. Ал егер жақын емес, бір алыстағы адам болса, жаңағыдай дұға тілек тілеп, ол адам үшін душы жақсы кез келген уақытта тоқтамай, ішіңіздегі обида кеткенге шейін, қорқыныш кеткенге шейін тоқтамай ол адамға дұға ете беріңіз. Түсінікті ғой, тіпті Құран бағыштасаңыз да болады. Құранды тек өлілерге емес, тірілерге де Құран оқып болғаннан кейін дұға тілеу арқылы бағыштауға болады. Түсінікті ғой, Одан кейін осындай өміріңізге қиындық алып келген адам немесе ситуацияны қалай шешеміз? Бірінші жаңа Аллах тағаламен сөйлесу, екіншісі ол адамға дұға тілеу, үшіншісі тафаккур ету. Тафаккур деген бөлек отырасыз, немесе жатасыз, ойланасыз осы ситуацияны. Неге менің басыма келді? Неге? Өйткені Алладан тек жақсылық келеді адамға. Ал адамның өмірінде болып жатқан жамандық ол өзінің бір әрекеттерінен болады. Сондықтан да басқаларды кінәламас бұрын бірінші ойланасыз. Так, Аллах тағалам, ол Құранда жазылған ғой. Бүкіл жамандық өзімнен, мен қандай әрекетіме немесе әрекетсіздігіме келіп жатыр бұндай сынақ. Бұның беретін хикметі қандай? Мен қандай әрекеттер жасасам болады осы ситуациядан шығу үшін? Мен не нәрседе өз-өзімді тоқтатып тұрмын, немесе не нәрседе басқа адамдардың хақысына кіріп кеттім, не нәрседе біреуге уәде беріп, уәдемді орындамай қойдым. Осылай тафаккур етесіз. Білесіздер ме, 1 сағат тафаккур ету Аллах тағаланың алдына 1000 жыл ғибадат еткенмен бірдей болады. Яғни өміріңізде қандай сынақ келсе де осылай ойлануыңыз қажет. Так, менің қандай әрекетіме келді,
қандай әрекет жасауым керек, немесе қандай әрекетсіздік жасап жүрмін, соның бәрін ойланасыз. Аллах тағала, егер сіз шын қаласаңыз, ол ситуацияның шешілгенінше Аллах тағала любой есікті ашып береді, яғни кез келген проблеманың шешімі болады. Өлімнен басқа бәрінің шипасы бар деген секілді, кез келген проблеманың шешімі болады. Егер сіз шынымен де қаласаңыз, шынымен де өзіңізге байланысты осы сұрақтың жауабын тапқыңыз келсе, мойындасаңыз, әрбір жамандықтың өзіңізден екенін, басқаларды кінәламай, ол кезде Аллах тағала келесі күндеріңізді немесе уақыттарыңызды гүлдендіріп өте керемет қылып береді. Және де әрбір сынақтың, өміріңіздегі әрбір қиындықтың артында біз Аллах тағалаға жақындаймыз. Қазір өкінішке орай сондай пенде болып кеткенбізді. Тек жақсылық келсе шүкір Алла, шүкір деп жүре береміз да, жамандық келсе ғана жүгіреміз. Аллах тағала, Аллахым көмектес, немесе наразы болатындар бар. Әртүрлі адамдар. Және де Аллах тағалаға өте сыпайы түрде уважениемен тілдесу қажет. Яғни қиындықтар келген кезде кешірім сұрап, наразы болмай кешірім сұрап Аллах тағаладан, одан кейін барып бір күшті нәрсе болса шүкіршілік етіп, егер шынымен де бір нәрсені іштей өз-өзіңізбен жұмыс жасағанда шығады негізінше, өзіңізге наразы болсаңыз, немесе Аллах тағала наразы болсаңыз, прям мойындаңыз. Бір нәрсе істемей тұрсаңыз, я Аллах тағалам, мен сенің осындай беруші, ризықтандырушы екеніңе сенбей тұрмын. Аллахым, мені кешірші. Аллах тағалам, маған өзіңнің ризықтандырушы екеніңе күннен күнге көзімді жеткізе берші. Мен мысал ретінде айтып тұрмын. Солай етсеңіз болады. Немесе Аллах тағала сенің әділ екеніңе мен сенбей тұрмын, бұл ситуацияның бәрін өзіме алып қойдым деген сияқты. Осындай Аллах тағаламен сөйлесіп, Аллах тағаламен честный болу қажет. Бірақ андай болмау керек, кінәлап, наразы болып, немесе Аллах тағаладан тіпті кешірім де сұрамайтындар, рахмет те айтпайтын пенделер бар. Ол мысалы қарап тұрсақ, обидно, дұрыс емес нәрсе да. Сондықтан да всегда Аллах тағаламен честный болып, қандай қиындық болса тәфәккүр етіп, қиындық әкелген адам болса, ол адамға жақсы дұғалар жасап, және де Аллах тағаламен байланысты мықты ету керек. Аллахпен өте көп байланысты болу қажет. Яғни тілдесіп, жаңағыда 2 ракат намаз оқып сөйлесесіздер, немесе замет кезде Аллах тағаламен сөйлессеңіздер де, өміріңіздің әрбір сәтінде Аллах тағаланы ұмытпаңыз. Және де қандай биікке көтеріліп кетсеңіз де, қандай билік берілсе, қандай ақша берілсе де, оның бәрі менмін, менің арқамда емес, бірінші Аллах тағала беріп жатыр. Аллах тағала мүмкіндіктерді берді. Аллах тағала сондай идеялар салды. Аллах тағала осындай ақшаны, например, әкелетін адамдарды өміріме жіберді. Яғни бірінші құл позициясына болуымыз керек. Мен Алланың құлымын, одан кейін бизнесменмін, Алланың құлымын, мұғаліммін, Алланың құлымын, ютубермін, мысалы айтып жатырмын. Солай всегда бірінші Алланың құлы екеніңізді ұмытпаңыз, одан кейін барып өзіңіздің жаңағы өмірдегі рөлдеріңізді алып жүріңіздер. Сол кезде иншалла бәрі жақсы болады. Және әрбір ситуация Аллах тағалаға жақындату қажет. Тек қиындықта емес, қуанышта да Аллах тағаламен байланыстарыңызды мықты етіңіздер. Ізденуден, білім алудан ешқашан шаршамаңыздар. Діни білімді не үшін алады? Осындай адамның өмірінде болатын ситуация, қиындықтардың барлығын оңай шешу үшін, яғни тез өтіп кету үшін осындай діни білім, Аллах тағаланы дұрыс тану қажет болады. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, керек жерлерін жазып алыңыздар. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.